Қайырлы күн, эфирде бәріміз үйдеміз жобасы. Карантин уақыты сәуірдің соңына дейін тағы созылды. Қиын, бірақ үйтпеске амал жоқ боп тұр. Дегенмен, үйде отырып көптеген пайдалы дүниелерді істеуге болады. Бүгін біз әнші Серікбол Сайлаубектің бос уақытын қалай ұтымды пайдаланып жатқанын біліп көрмекпіз. Сәлем, Серікбол, охо-хо, балалар және жан жары Серікболдың. Отбасымен бірге. Қалдарыңыз қалай? Бәр тамаша, үйде отырмыз. Міне бала-шағамен бұл да бір дұрыс шығар енді. Бала-шаға көңіл бөлмей кетіп, әйтпесе бұл да бір Алла тағаланың қалауымен болып отқан дүние. Қазір міне бала-шағамызға көп көңіл бөле бастадық. Серікбол, мен қанша бала көріп тұрмын экраннан? Бұның бәрі сіздікі ме? Бәрі менікі. Қанша балаңыз бар сондағысы? 1, 2, 3, 4, 5, 6 балам бар. Негізі өзім 4 балам, 2 бала әпкем баласы көп, бірақ менің қолымда бәрі. Жақсы, бәсе түсінікті. Енді қателеспесем 31-ші арна эфиріне сіздің отбасыңыз, жалпы жан-жарыңыз бірінші рет шығып тұр, таныстырып өтсеңіз әйеліңізді. Есімі Альмира. Үйде мынау үлкен ұлым Бейбарыс. Мына қызым Дәрия, мына Азиза, Салман, мына кішкентай қызы, мына Саяна, мына кісі енді Альмира есімі, жұбайымның. Өте қуаныштымыз. Енді карантиннің 3-ші аптасы басталды ғой, бос уақытты қалай ұтымды пайдаланып жатырсыздар? Таңертең тұрасың, мына кішкентай баламыз концерт бастайды. В общем, бала-шағадан қолым істемей жатыр ғой. Сізді Алматыдан Талдықорғанға қоныс аударды деп естідік. Анаңызға, отбасыңызға үлкен үй салып беріпсіз. Құтты болсын айтамыз. Неге Талдықорған? Бұл жақ кішкене енді туған жер болғаннан кейін анам 63-ке кетті, 64-ке кетті. Сол кісі енді мен Талдықорғанда тұрамын деді. Сонымен анамыз айтқандай, көшіп келдік, осы жерде үй салдық. Бар ойнағай. Үй салып осы жерден қазір енді бұл жердің ауасы таза. Бұл жерде кішкене қалай айтсақ болады, қалада суета көп қой. Ал бұл жерде суета жоқ. Бұл жақта бәрі уақытта бір жақсы тез өтпейді. Сондықтан ауасы да таза, тем более туған жер болғаннан кейін бұл жақ бізге ыстық. Осы жерге келіп емін еркін өмір сүріп жатқан жайымыз. Дизайн бәрін менің анам жасады. Енді үлкен зал, үлкен жаңағы кухнясы бар, гостиный бар, 3 спальный бар, дәу жаңағы холлы бар деген сияқты, ванный, туалеті де бар. Мына сыртында үлкен монша салдық, үлкен жаңағы летний кухнямыз бар деген сияқты. Кең, жарық, әдемі үй әр қазақтың арманы ғой. Сіз бұл үйге қол жеткізу үшін қанша күн, қанша түн еңбектендіңіз? Үйсіз-күйсіз жүрген кездеріңіз болды ма? Әрине, енді өмір болғаннан кейін бұл өмірде әртүрлі жағдай болады. Сондықтан да біз енді аспаннан аяғымыз салбырап түскен азамат емеспіз. Бізде ақын сол ауылдан шыққан қара домалақ бала едік қой. Ауылдан шығып, сонымен ақын қалаға келіп, өзіміздің бағымызды сынап көрейік, бақытымызды тауып көрейік деп, мына Аллаға шүкір, енді адамның тағына таласқанымен бағына ешкім таласа алмайды. Сондықтан да ең бастысы алдына қойған мақсат болу керек, сол мақсатқа ұмтылатын күш-қуат, еңбек болу керек. Сол бәрі еңбектің арқасында осындай дүниеге, осындай керемет жаңалықтарға ие болып жатырмыз. Пәтерде де тұрдық, жалдамалы пәтерлерде де тұрдық. Ең бастысы өмір ғой енді. Біз енді ерте үйлендік, ерте жаңағы отбасы құрғаннан кейін, содан бері әйтеуір қанша жыл болды? 12 жылдай болды ғой. 12 жылда мына Аллаға шүкір, мына баспана болып жатыр. Сұрағаным, әншілерге бәрі оңай берілетін сияқты сырт көзге. Бірақ өнер жолы ауыр жол деп жатады. Қиындығы не сіз үшін? Қиындығы осы отбасыға көп көңіл бөле алмайсың. Қиындығы шынымды айтсам, бір қиын нәрселер бар. Оны енді ол өнерде болмағаннан кейін, өнерде жоқ адам оны
оны мен қанша рет айтсам да оны түсіне ма? Серікбол, бір кездері жұлдызыңыз жанып, концерттен концерт, тойдан той болып кетті ғой. Тіпті сізді тойға шақыру үшін қылмыс әлемінің серкелері арқылы ғана шығатын уақыттар болды дейді. Рас па? Сіздің олармен шын байланысыңыз бар ма? Мен бүкіл халықпен байланысым бар. Халықтың ішінде бәрі бар. Халықтың ішінде докторы да бар, милициясы да бар, военный да бар, электригі да бар деген сияқты. Сондықтан да мен бәріне бірдей қараймын. Халқым бауырларым ретінде қараймын. Сондықтан да мен үйтіп қатты бүйтіп шектеп айта алмаймын. Өзекті жаңалықтарды әртүрлі қазақстандық ақпараттық сайттардан салыстыруға болады. Барлық Қазнет, Билайнның үй интернеті мен жарқын тарифтері үшін қолжетімді әрі лимитсіз. Билайн, жарқын жақта өмір сүр. Серікбол, енді қазіргі уақытта карантинде уақыт көп, бос уақыт көп дегендей шығармашылығыңыз жайлы да ойлап жатқан шығарсыз. Әндеріңізді сіз той бизнесіне деп арнайы жаздыртасыз ба? Яғни билеуге ыңғайлы болсын деген шарт бола ма сізде? Жоқ, ең басты бұйырғанын айтып жатырмыз. Қазір енді бірақ тек тойдың әндерін ғана емес, қазір енді жалпы өзім арманым бар еді. Арман емес, алға қойған мақсатымыз бар. Биыл бәрі дұрыс болып жатса, Алла қаласа бәрі дұрыс болып жатса, осы биылға күзге таман бір республика сарайында бір жеке ән кешімді берсем ба, ол жерге енді бірақ жаңа әндерді қоссам ба, басқа бір жанрда, басқа бір стильде бір ән орындап көрсек па деген бір мақсатымыз бар. Кішкене сабырлы, енді қазір мені бәрі андай әндерім бәрі дікіш болғаннан кейін, жаңағы биге, тойға арналған әндер болғаннан кейін, қазір енді кішкене баяу, сабырлы, бір жігітше әндер болады ғой. Қалай айтсам болады, сондай бір әндер жазып жатқан жайымыз бар. Жақсы. Серікбол, халықтың 70%-ында басында несие бар, е? Сіздің банктерге берешегіңіз бар ма? Банкке ма? Жоқ, мен несие алмағам. Жоқ, өтірік алдаймын. Досым үйленем деп, соның тойына көмектесейін деп, сол кезде қалтамда бір қомақты бір ақша болмағаннан кейін, сол бір 700 мың теңге, жаңағы енді бүйтіп телефоннан ала саласыз ғой, бүйтіп приложениядан. Көріп едім, берді, одобрение берді. Сонымен жаңағы досымның көңілі ғой, енді өмірінде бірінші рет үйленіп жатқаннан кейін бір көңілін көтеріп қояйын, бір жыртық жеріне жамау болып берейін деген ізгі ниетпен сөйтіп алынған бір несие бар. Ай сайын бірақ 70 мың теңгеден төлеп отырмын. Қазір енді 3-4 айда бітетін шығар ол. Серікбол, енді сіздің даусыңызда бір ерекшелік бар ғой. Кейбірі Лепстің даусына ұқсатып жатады. Қандай да бір күтім жасайсыз ба? Жоқ, күтім болғанда енді түскен дейін ұйықтайын. Жылы-жылы сүтін беретін шығар. Маған жылы-жылы сүтін береді, маған бермегенде кімге береді? Жылы-жылы ыстық сүтінен жейміз, балынан жейміз, майынан жейміз. Жаңағы, міне менің қызым Дария да міне әнші. Иә, қызыңыз Дария Мәскеудегі бір байқаудан жеңімпаз атанып келді деп естіп жатырмыз. Иә, Мәскеу қаласында. Жолыңызды қуатын сияқты ма? Иә, қызым өзі айтып берсін, қай конкурста? Дария, айта ғой. Международный Мәскеудегі конкурста бірінші орын алып келдім. Тамаша, керемет. Ағылшынша ән айтып. Ағылшынша ән айтып бірінші орын алып келдім. Жақсы, көп рахмет, осы балалардың қызығын көріңіздер, Альмира екеуіңіз. Болашағы жарқын болсын дейміз. Аман болыңыздар. Ал аздаған жарнамадан соң әріптесім Наталья Райм, Жәмила Серкебаевамен онлайн байланысқа шығады. Арнамыздан ауыспаңыздар.